көрермендер, ұлттық арнаның тікелей эфирінде саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Адам ағзасындағы ең басты мүшенің бірі ми. Ал осы ми ауруларының ішінде ең жиі кездесетіндері қайсысы? Әсіресе балаларда. Бүгін біз осы тақырыпқа қатысты студияға нейрохирург Абай Сүлейменұлы мен невропатолог, неонатолог Ғалымжан Лекерұлын қонаққа шақырдық. Қош келдіңіздер. Нейрохирург және невропатологқа тікелей эфирде ми ауруларына қатысты сауалдарыңыз болса, қоңырау шалып, WhatsApp желісіне сұрақ жіберіп қойсаңыздар болады. Біздің студияға келген мамандар жауап беруге дайын. Алдымен аңдатпа. Балалар арасында жиі кездесетін ми аурулары қандай? Гидроцефалия, ми грыжасы, краниостеноз дегеніміз қандай ауру? Оның алғашқы белгілері мен ем жолдары туралы не білеміз? Болашақ сәбидің денсаулығы үшін жүктілікті жоспарлаудың маңызы неде? Бүгін айтамыз. Ми аурулардың ішінде гидроцефалияны халық арасында миға су жиналу деп те атайды. Бұл аурудың алғашқы белгілері қандай, ем жолдары қандай деген сұрақтарға бағдарламаның осы алғашқы бөлімінде жауап беретін боламыз. Алдымен бейне материалға назар салайық. Ал сіздер біз тікелей эфирде екенімізді ұмытпаңыздар, қоңырау шалыңыздар. Ми ауруларына қатысты барлық сұрақтарға мамандар жауап беруге дайын. Гидроцефалия бас сүйек қуысында ми жұлын сұйықтығының көбеюінен пайда болатын ауру. Ол жұлын ми сұйықтығының сорылуы немесе шамадан артық бөлінуімен сипатталады. Аурудың себептерінен нейроинфекцияның салдарынан болған ми ісіктері және ми мен оның қабықтарының туа біткен ауытқулары жатады. Оның екі түрі болады. Сыртқы гидроцефалия және ішкі гидроцефалия. Ішкі гидроцефалия дегеніміз бас миының ішкі қарынжалары болады. Осы қарынжалардың құрамындағы судың көлемінің шектен тыс көбеюін біз ішкі гидроцефалия деп атаймыз. Ал сыртқы гидроцефалия дегеніміз ол ми мен мидың қабықшаларының арасындағы сұйықтықтың көбеюін біз сыртқы гидроцефалия деп атаймыз. Ол туа пайда болған немесе жүре пайда болған болуы мүмкін. Жаңа туған нәрестелерде гидроцефалия кезінде бастың алдыңғы еңбектің қатты ұлғаюы байқалады. Сәбилердің бас сүйегі жұмсақ болғандықтан бұл кезде гипертензия белгілері сирек кездеседі. Көбінесе бас сүйек жүйкесінің сал аурулары, әсіресе көру жүйкесінің атрофиясына байланысты көздің көргіштігі төмендейді. Кейде тіпті баланың ақыл есі дамымай қалуы мүмкін. Жалпы гидроцефалияның түріне байланысты бірнеше емдеу әдістері бар. Ол негізгі шунттаушы операциялар. Екінші түрі операциясы ол эндоскопиялық операциялар. Қандай да бір туа пайда болған ақаулардың кезінде, кисталардың кезінде кеңістіктерді қоса отырып, жол мен сұйықтығын жүруін қалпына келтіруге байланысты жүргізетін операциялар. Науқастың жасына байланысты дамыған гидроцефалия кезінде компьютерлік томография арқылы ми қарыншасының ұлғаюын анықтауға болады дейді мамандар. Ал нәрестелер арасындағы туа бітті гидроцефалия хирургиялық жолмен емделеді. Абай Сүлейменұлы, бағдарламамызды гидроцефалия ауруына қатысты бастайық. Бірінші бөлімде бұл қандай ауру, алғашқы белгілері қандай? Саламатсыздар, телекөрермендер, саламатсыз ба Гүлжара ханым. Бұл гидроцефалия деген сөз, енді бұл гректердің сөзінен келіп шыққан. Гидро дегені сұйықтық дегені, цефалия дегені бұл бас миы. Бас мидің ішіндегі судың көлемі. Бұның жаңағы екі түрлері болады. Бұл туа біткен деген несі. Екіншісі жүре пайда болғандар. Бұл енді ісіктің кесірінен, бас мидің ішіндегі ісіктің кесірінен, нейроинфекцияның кесірінен, жарақаттың кесірінен болатын. Ал енді туа біткенде бұл мидың ішіндегі қарыншықтардың үлкейіп, судың сол жерде жиналуы. Су жиналған кездерінде бас сүйектің ішінде қысымның көбеюі, үлкеюі. Судың көлемі көбейген сайын, мидың көлемі кішірейе бастайды. Ми өспей қалады? Ми өспей қалады, ми қысылады, ми езіледі дегенде. Сол себептерден судың көлемі көбейген сайын мидың көлемі үлкейе бастайды. Бастың сүйектері үлкейе бастайды. Өзінің атқаратын қызметтері бәрі төменде бастайды. Сіңдіру қабілеті төмендегені мидың. Түсінікті. Ғалымжан Лекерұлы, нейро жүйке ауруларының ішінде осы гидроцефалия жиі кездесетін аурулардың бірі. Біздің көрермендерге мидың ішіне су жиналғанда қандай процестер болатынын қарапайым мысал
мысалмен көрсетсек, түсіндірсек, иә? Неге мидың ішіне су жиналады? Қазіргі жиі кездесетін балалардың неврологиясында осыда туа біткен гидроцефалия. Қазір медицинаның дамуына байланысты оны ерте туылмай жатып анықтауға болады. Ол іште жатып жаңағы кішкентай УЗИ плода дейді, ұрықтың УЗИін істеп іште жатып, оны алдын ала біліп отыруға болады. Басы қандай размерде өсіп жатыр, ол ана өзі туала ма. Егер ол гидроцефалия болса, онда балаларды жоспарлы түрде кесіртілігімен алады. Бас мен зақымдап алмау үшін. Кейбір дамыған елдерде оны іште жатып операция жасап тоқтатуға болады, жоюға түгелі жоймаса да кішкене ісікті қайтарады дейсіз ғой, иә? Кішкене азайтуға болады ол процесті. Енді көрермендерге түсінікті болу үшін, мысалы, мынау бас ми деп, біздің барлық адамда басында негізі сұйықтық болады. Енді осындай ауруға байланысты сұйықтық өте көп мөлшерде болады. Мысалы, мынау қалыпты сау баланың басындағы сұйықтық дейміз. Енді жаңағы әртүрлі себептерге байланысты сұйықтық көбейгенде, мына сұйықтық қарыншалардан толып, мынау сыртқа ағып, бас миын сыртқа қарай ығыстырады. Енді бас сүйегі ол шектеулі кеңістікті ары қарай кеңейе алмайды. Сондықтан мынау бастың размері деген мөлшерге дейін кеңейеді, қалған уақытта уже баланың дамуы тежеледі. Мысалы, жүру, көру қабілеті, сөйлеу қабілеті, ақыл ойы дамуы, қимыл қозғалысы осы бас миына байланысты, сондықтан олар тежеледі. Бас миының өлшемі қаншаға дейін өсуі мүмкін? Қазіргінен көрсетсек, иә? Туылған баланың, қалыпты туылған баланың орташа статистикалық сантиметрі, басының сантиметрі, 32-35-37 сантиметр. Егер осындай болып көбейіп батса, ол баланың салмағы 60, кейде баланың басының миының өлшемі 80, одан да жоғары болуы мүмкін. Қараңыз, мысалы. Мынау егер қалыпты болса, оны қараңыз, мынандай болып өлшенеді. Ол және өзінің пішіні осындай деңгейге дейін өсе алады. Бұдан да көп болады. Кәдімгі, енді қазақта жақсы сөз бар, қазан бас деген, қазандай болып басы сондай үлкен. Сондықтан оны ары қарай дамымау үшін, үлкейтпеу үшін біз нейрохирург мамандардың көмегіне жүктенеміз. Ол экстрена ота жасауға қажет, жасау керек ондай. Түсінікті. Абай Сүлейменұлы, дәл осындай 60-70-80 сантиметрге баланың бас сүйегі жеткен кезде операция жасалынады. Операциядан кейін оның өлшемі қайтып қалпына келе ме? Өз қалпына келуі қиын, бірақ енді біздің бұл жерде бірінші әрекетіміз мидың көлемін босату. Ол миы қысылып қалатындай жағдай болатын болса, ертең әріптесім айтып кеткендей, өзінің қызметтерінің бәрін нашарлап тоқтатып қалады. Өлімге әкелуі мүмкін бе? Ол өлімге алып келуі мүмкіндігі бар. Емдеудің ең тиімді әдісі ол тек қана операция, ота, иә? Енді ерте уақыттарында гидроцефалияны енді дәрі-дәрмектермен әрекет жасап көреді. Бірақ енді ол кезде асқынып кететіндей жағдай болып жатса, ол кезде ота жасау. Сіздерге сауал қоям деген біздің көрерменіміз бар байланыста. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Аты жөніңіз, қай өңірден хабарласып тұрсыз? Бүгін біз ми ауруларына тоқтап жатырмыз, балалардың арасында жиі кездесетін. Тыңдап отырмыз сізді. Аты жөніңізді айта қойыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Иә, телефон арқылы естейсіз. Иә, тыңдап тұрмыз сізді. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз сізді. Теледидардың дауысын басып, телефон тұтқасы арқылы естейсіз бізді. Айта қойыңыз сұрағыңызды. Мен Шығыс Қазақстанның Зайсаннан хабарласып тұр едім. Иә? Мен Шығыс Қазақстаннан звондап тұрмын, Зайсаннан. Мен балам микроцефалия деп диагноз қойылған, көзі де көрмейді, отырмайды, жүрмейді. Балам 3 ая қалды. Бізде судорога жиі болады, құрыс қалады. Эпилепсия ДЦП деген диагнозы бар қойылған. Содан
алдыңғы бөлігінен қан құйылғанда миы көбікке айланып кетті дейді. Енді бұл баланы болашақта емдеуге бола ма? Айжан, байланыста болыңыз. Ғалымжан Лекерұлы. Айжанға қалай жауап береміз? Қандай кеңес бере аласыз? Қайырлы күн. Айжан, сұрағыңыз түсінікті. Бұл жерде енді сіз бірнеше диагнозды айтып өттіңіз. Балалардың салы ауруы деп, микроцефалия дедіңіз. Бұны бөліп алу керек. Микроцефалия деген отдельно ол бөлек бір аурудың түрі. Ол бас миының өспей қалуы. Ал балалардың сал ауруы ол басқа ауру. Және сізде қосымша балаларда тырысу бар екен, судорога да. Ол екі аурудың екеуінде де кездесуі мүмкін. Ол кәдімгі ол аурудың асқынуы ретінде. Сондықтан соны білу керек. Ал егер балалардың сал ауруында болады, бас миының өспеуі микроцефальный голова дейді. Сонда бас миының кішкентай болуы. Ол ауру емес, туа біткен емес. Ол сол жаңағы әртүрлі жағдайға байланысты бас ми өспей қалады. Жаңағы оттегі жетіспегеннен, болмаса бала анасы қиналып босанғаннан содан өспей қалуы мүмкін. Ол баламен жұмыс жасау керек, әрине. Бірінші жаңағы тырысуға қарсы дәрілерді беріп, тырысуды тоқтату керек. Егер тырысуды тоқтатпаса, жаңағы басқа реабилитация, активный реабилитация беруге өте қиын болады. Өйткені тырысу болып тұрған балаға активный реабилитация берсек, ол судорогысын қоздырып жіберуіміз мүмкін. Сондықтан біріншіден судорогысын тоқтатамыз. Екіншіден балаларға үнемі емдік дене шынықтырумен және де қосымша логопед, дефектолог, психолог, эрготерапевт сияқты мамандардың көмегі қажет. Бұл жерде енді тек қана жүрмейтін емес, сөйлеу қабілеті де, ақыл ойының тежелуі болады. Сондықтан мультидисциплинарный команданың жұмысы керек бұнда. Үмітпен хабарласып тұр ғой, балам жазылып кете алады ма, емделе ме деп. Енді қолды сілтеуге болмайды ғой, әрине. Әрине қолды сілтеуге болмайды. Егер баламен жұмыс жасаса, ол артқа тартпайды. Әрине алға бір қадам жасайды. Сондықтан қолды түсіруге болмайды. Әрине қазір осындай мақсатта әр аумақтарда, алыс шетке ауылдарда кішігірім кабинеттер, болмаса орталықтар ашып жатыр. Айжан, біз бейсенбі күні дәл осы теледәрігер тікелей эфирде ДЦП, яғни сал ауруына қатысты барлық ақпараттарды 1 сағат бойы осы ауруға қатысты кеңестерді студияға келетін невролог, реабилитолог мамандар айтатын болады. Сондықтан сіз бейсенбі күні де біздің тікелей эфирді тамашалаңыз. Ал дәрігердің кеңесін барлығын тыңдадыңыз ғой, сізге түсінікті болды ғой? Иә, түсінікті, рахмет сіздерге. Осыны сол кішкентай болсын, бізде енді судорога болғаннан кейін ЛФК, массаж бізге өте болмай тұр. Енді Алматыдағы неге барып, баламды бір көрсетіп алсам ба деймін. Өйткені біз депакин ішеміз, басқа судороганы тоқтататын, басқа дәрі сондай врачқа көрінсек па деген. Өйткені депакин бізге әсер етпей жатыр. Дәрілерді алмастыруға болады ма эпилепсия кезінде? Оны кім тағайындайды? Оны невролог дәрігер немесе эпилептолог дәрігер тағайындайды. Егер бір дәрі көмегін бермесе, екінші дәрін қосымша қосуы мүмкін, болмаса алмастыруы мүмкін. Егер көмегі бермесе, конечно, оны басқа методтармен. Кейде қазір біздің нейрохирург мамандары ота жасап та тоқтатып жатыр. Біз өзіміздің Қазақстанда эпилепсияны тоқтатып. Айжанға телефон номерін қалдырсақ, эфирден кейін тағы да кеңес беруге мүмкіндік бар ма? Әрине. Ол Шығыс Қазақстан облысы, қосыңыз Абай Сүлейменов. Айжан, саламатсыз ба? Менің сұрағым сізге сұрайын дегенім, судорога не себептен болғанын айтты ма сіздерге? Бұл жерде микроцефалия түсінікті. Бұл жерде еще қосымша зерттеулерден өткізгенде жақсы болар еді. Компьютерный томография, МРТ деген. Мен мына балаға бос. Не себептен судорогілер болып атқаны? Сыртын ғана емес, бастың. Ішкі мидың құрылысында білу керек, көру керек. Сол білгеннен кейін қандай көмек тиетінін анықтаймыз, анықтаймыз, да. Айжан, сіз... Бізде былай ғой, босанған кезде физиолерия әдісін қолданған, ішімді басып шығарған кезде менің өзімнің қабырғам сынып,
бүйрегімді жарақаттаған ғой. Сол кезде балаға енді бұл баланың салмағы 4-630 болды. Сол кезде күштеп ішімді басып шығарғанда баланың миына оттегі жетіспей қалған ғой. Сол себептен мен өзімде бүйрегіме ота жасаттым. Ана ішімді басқан кезде қабырға сынғанда бүйрегімді жыртып. Сонда енді іштегі балаға зақым келу мүмкін ғой енді. Мен енді бұл аяғым ауыр болып жүргенде сап-сау бала болған. Енді міне қазір осылай болып отырмын. Мен шамам келгенше осы баланы аяғынан тік тұрғыза аламын ба деген ой ғой. Міндетті түрде барлық ойлаған жоспарларыңыздың барлығы жақсы болсын, үмітіңізді үзбеңіз дейміз. Сіз қазір телефон номерін қоймаңыз, біз сізбен әлі де кеңес беруді жалғастыра береміз. Ал тікелей эфирде шағын ғана үзіліс. Бағдарламаның келесі бөлімде ми ауруларының ішінде тағы да жиі кездесетін ол мидың ісігі, яғни мидың грыжасы, мидың жарығы деп те айтып жатады медициналық тілде. Оның пайда болу себебі мен ем жолдарына тағы да тоқталамыз. Студияда невролог және нейрохирург. Міндетті түрде сауалдарыңыз болса хабарласыңыздар. Ал біз қазір Айжанға кеңесімізді ары қарай бере берейік. Бізде қазір шағын ғана үзіліс, алыстамаңыздар. Айжан, қазір мамандарды тыңдаңыз. Адам өмірінің ұзақ сүруі, оның қимыл қозғалысы, нәрселерді қабылдап түсініп білу үшін әрине мидың атқаратын қызметі зор. Енді бүгін біз ми ауруларының ішінде миға су жиналу, гидроцефалия туралы бірінші бөлімде айттық. Қазір сәлден кейін мидың грыжасына тоқталамыз. Гидроцефалияға операция біздің елімізде барлық аймақтарда жасалады ма, және ол тегін бе, Абай Сүлейменұлы? Отау бізде қазір Қазақстанда бәрі региондардың бәрінде жасалады. Бұл отау квота арқылы тегін жасалады. Түсінікті. Отадан кейінгі күтім туралы айтып кетсеңіз, Ғалымжан Лекерұлы. Енді отадан кейінгі күтім ол баланың ары қарай дамуына, жаңағы қимыл қозғалыс аппаратының сөйлеу дамуының соған байланысты жұмыс жасау керек, реабилитация. Жаңағы ол отаның жаңағы істелген операцияның күрделілігіне де тоже байланысты ол. Неврологтардың есебінде тұра ма отадан кейінде? Әрине, ол неврологтардың есебінде тұрады. Нейрохирургтарға біздің қажеттілік болса, біз өзіміз жіберіп отырамыз алдында. Жаңағы басына шунт қояды ол балалардың. Соның шунт дұрыс істеп жатыр ма, кейде ол бітеліп қалуы мүмкін. Сондықтан басқа асқынулар болуы мүмкін, басы өсіп, құсып. Соны біз нейрохирург мамандарының кеңесіне жібереміз. Әрине қосымша офтальмолог, көз дәрігерін, олда қосымша ақпарат береді. Бас миының туралы қосымша ақпарат береді. Операциядан кейінгі енді реабилитациядан өткеннен кейін өмір бойы отадан шыққан балаларға мысалы күнделікті өмірде спортпен айналысуға, физикалық жүктемелер жасауға, не нәрселерге тыйым салынады? Ата-аналар үшін құлақ қағыс болсын? Жеңілдетілген түрде болады. Әрине, егер басында шунт болса, бала ол физикалық салмақ түсірмеу, ауыртпашылықтар түсірмеу керек. Құлатып алмау керек. Кішкентай бала болса, ол жүріп жүрген бала болса, құлап қалып, жаңағы шунты орнынан шығып кетуі мүмкін да. Болмаса су көп, жарақаттардан. Содан кейін ауырып қалмаудың алдын алу керек. Әртүрлі инфекциялар, вирусный инфекциялар, олар қабынып, екіншілік асқынуларға болуы мүмкін. Менингит болуы мүмкін да, менингенцефалит болуы мүмкін. Сондықтан ауырмаудың алдын алу керек, соған тырысу керек. Тұмау, яғни жедел респираторлы вирусты инфекцияларда осы гидроцефалиямен емделіп шыққан балалар үшін де өте қауіпті болып тұр ғой, бұл жерде қауіпті да. Вирусный аурулармен ауырғандарының біздің енді нейрохирургтардың отаудан кейінгі қорқатындарымыз сол вирусный аурулардан. Қарапайым болса да сол қорқыныш. Себебі бастың сұйықтылығы, судың көлемі, құрамы өзгеру. Құрамы өзгерген кезде сұйықтықтың қоюланған кезде шунт арқылы өтпей қалуы. Бітеліп қалады, шунт. Сол кезде бітеліп қалады. Бітелген кездерінде ол кезде енді жедел түрде жатқызып,
жаңадан басқа қою керек болады. Қайтадан ота жасау керек болады. Бітірген кезінде. Сіздің тәжірибеңізде болды ма бірнеше рет ота жасалған балалар? Енді ондай случайлар бар енді біздерде. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланыста күтіп тұр. Сәлеметсіз, тыңдап отырмыз. Бүгін біз ми ауруларының ішіндегі ең жиі кездесетін гидроцефалия, ми грыжасы және бас сүйегінің өспей қалу туралы айтудамыз. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз. Қай жақтан хабарласып тұрсыз? Алло. Теледидардың дауысын басып қойыңызшы, өтініш, бізбен телефон арқылы сөйлесеміз, иә? Айта қойыңыз. Сіздің де сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісіне сауал жолдауға болады. Телефон номерлері экранның төменгі жағында көрсетіліп тұр. Айта қойыңыз. Алло. Иә? Алло, сәлеметсіздер ме? Мына Өскемен қаласынан Райхан деген адам хабарласып тұр ғой. Менде менің племянницам босанғаннан кейін сразу басында шу бар деді. Мен басында ортасында. Соған басында олар былай деп айтқан. Егер ана басқа операция жасап, егер шу өзінен өзі ағып кетсе, онда мына вот эта труба шунт дейді ана. Шунт па немене ана бастан асқабанға дейін қойып қояды ғой, су жүретін. Сондайда трубаны қойып қойған ғой мына не шнурды. Сол қазір енді мына шнуры мына мойны менен асқабанға дейінгі жерде бір былай сыртқа қарай көрініп тұрады да. Қыз бала ғой. Енді қыз бала болғаннан кейін өзі сондай шустрая, несі бәрі жақсы. Немен деші анам? Дамуы? Нелері жақсы шустрая. Бірақ та енді сол ана шнурменен өмір бойы жүре ме, или оны дальнейшем алып тастауға бола ма екен? Сондай жағын білейік керек. Негізі наблюдениеда врачтасыр. Сол жағын қалай вообще былай ана шнурдан құтылуға, ана шунттан құтылуға бола ма? Қазір дәрігерді тыңдай қойыңыз. Саламатсыздар, Райхан. Бұл жерде мен сіздерге айтып кететінім, біздер ота жасаған кезде біздер балдарды 6 ай сайын өзімізге зерттеуге шақырып отырамыз. 6 айдың көлемінде сол кезде белгілі болып отырады. Шунттың қалай тұрғаны, ол кезде компьютерный томография дейміз, көз дәрігеріне көрсетіп, сол кездерде өзі 6 ай сайын анықталып отырады. Ал енді алып тастау деген сол кезде белгілі болады. Соңғы зерттеулерден өткен кездерде. Егер де жағдайы жақсы болса, денсаулығында ешқандай кінәрат болмаса, болашақта алып тастауға болады ма? Енді ол қазір енді бұлай айту қиын. Қарамай тұрып, иә? Да, ол сол ана зерттеулерден өткен кезде ғана анықтау айтылады. Уақытында тексеріліске барып тұратын шығар сіздің сіңіліңіз, иә, ата-анасымен? Уақытында тексеріліске барып тұрады. Сонда енді оны уақытында барған сайын өздері врачтар өздері көру керек, иә, алып тастауға бола ма, болмай ма деп. Вообще менде тағы да бір сұрақ болып тұр. Вообще бұндай жағдайда үлкен, например, уже үлкен қыз болғанға дейін жүре бере ме сонда? Бұл шунттары или вообще возможность бар ма? Дальнейшем алып тастап жүргенге. Өйткені мына жерінде шнуры басынан бастап, мына тамағынан асқазанына дейінгі деп былай прям шодырайып көрініп тұрады да. Түсінікті, Райхан. Тағы да түсіндіре кетейік Райханға. Шунт енді бұл как мидың миге көмекші ретінде қойылатын система. Құрал, иә? Құрал, Бұны енді біздер сол шунт арқалы, сіздер қазіргі жағдайларыңыз жақсарып келе жатқаны сол шунт арқалы. Бұл жерлерде енді айтып кететінім, бұл өмірдің ақырына дейін қойылатын шунт. Оған кәдімгі мойын сынып? Да, оған енді сабырлы болу керек енді. Ал Райхан, сізге түсінікті деп ойлаймын. Ең бастысы баланың амандығы, баланың сіздердің қастарыңызда аман есен жүруі. Сондықтан шунтқа, басқа да нәрселерге аса көп көңіл бөлмек. Ең бастысы балаңыздың дені сау, орталарыңызда аман жүруіне баса назар аударамыз. Тағы да рахмет хабарласқаныңызға, Райхан. Алаңдап жатырсыз ғой сіңіліңіз үшін, біз де түсінеміз. Жақсы. Ми ауруларының ішінде тағы да жиі кездесетіні ол ми жарығы, яғни ми грыжасы дейді. Ол қандай ауру, белгілері қандай, қалай емделеді? Алдымен бейнематериалға назар салайық. Нейрохирург пен невролог бізге одан кейін қосымша тағы да тың ақпараттармен бөлісетін болады.
Энцефалоцелия бұл бас сүйек ми жарығының ауруы. Балалар арасында сирек кездесетін бұл ауру эмбрион ұрықта жатқан кезде бас сүйек пен мидың дамуының бұзылуысынан туындайды. Энцефалоцелия көбінесе микроцефалия, гидроцефалия сияқты аурулармен байланысты. Сонымен қатар Меккель синдромының бір бөлігі болып табылады. Кез келген туа пайда болған балдардағы жарық, органогенез дейді, мынау сүйек тіні, мидың қабықшалары, мидың құрамы, нерв талшықтарының ең бастапқы даму кезінде қателік кетеді. Соған байланысты мидың құрамында сүйектің ішінде болу керек. Мидың қабықшасы, ол мидың бөлігі мидан тыс орналасады. Соны біз мидың жарығы деп атаймыз. Алдыңғы ми шұңқырында кездесетін жарықтың түрлері бар. Олардың түрін, түбін, құрамын анықтау үшін компьютерлік томографиямен қатар магнитті резонанс томография қажет. Томпиған жұмсақ істіктер, баланың үнемі ауызбен демалуы, бұрыннан мөлдір сұйықтықтың ағуы, бас ми жарығының симптомдары болып табылады. Дәрігерлердің айтуынша, баладағы бұл диагнозды жүктілік кезіндегі ультрадыбыстық зерттеу арқылы және қан талдауларын жасау арқылы анықтауға мүмкіндік бар. Мидың жарығы бұл көрермендерге тағы да түсінікті болу үшін, гидроцефалиямен шатастырмау үшін қарапайым тілмен тағы да бір түсіндіріп өтсек, қандай көріністе болады? Енді жаңағы айтып кеттім ғой, бұл кезде бұны да іште жатып білуге болады. Жүктілік кезінде білуге болады. Өйткені ата-аналар әр скринингтан өтіп отырады, УЗИ-дан өтіп, содан біліп отыруға болады. Кейде енді УЗИ-дан өтпеген, белгілі бір себептермен, болмаса алыс аймақтарда тұратын аналар да болады. Ол білмеуі мүмкін, ондай жиі кездеседі. Оны туылғанда бірінші көретін, оны акушер, гинеколог, немесе неонатолог мамандары. Туылғанда ол дүниеге келген бойда көріледі, келген бойында көріледі. Оның көлеміне байланысты, оның деңгейіне байланысты. Қалыпты ми, қалыпты ми. Ол жұлынның әр бөлігінде болуы мүмкін. Жұлынның мойын бөлігінде, жұлынның бел аймағында болмаса, кеуде аймағында болуы мүмкін. Айта беріңіз. Мысалы, мынау қалыпты ми. Егер бас миде балсақ, ол шүйде аймағында осындай әртүрлі көлемде шығуы мүмкін. Жұлынның бойында да болуы мүмкін. Жұлынның бойында, егер бұлай көрсетсек, ол әр уровеньда, шүйде аймағында, мойын аймағында болуы мүмкін. Сонда мынадай ісіктер мына мойыннан шығып тұрады, шығып тұрады, бүйтіп көрініп, білініп тұрады. Оның көлемі де әртүрлі болады. Мінекей LED экрандан да көрсетіп жатыр. Көлемі үлкен болса, ол өте қауіпті. Оның бас миының көп бөлігі сол сыртқа шығып тұрады. Сондықтан оны бірден нейрохирург мамандары ота жасау керек, баланың жағдайына байланысты да. Кейбір нейрохирургтар бірінші күні туыла салып жасайды. Кейде жаңағы баланы дайындап, мысалы, балада басқаша қосымша аурулары, мысалы, жүрек жағынан ақаулары болуы мүмкін. Баланың жағдайына қарайды, баланың жағдайына кейде болады. Бұндай множественные пороки развития дейді. Тек қана бас миында емес, жүрек жағында, ауыз қуысында ақаулар қосымша болуы мүмкін. Көбінесе солай кездеседі. Сондықтан сол жағдайын анықтап, жаңағы ота жасауға жағдай көтере ме, көтермей ме, сонан кейін жасайды. Түсінікті. Мінекей, қалыпты жағдайда ми өз функциясын атқарып өседі, дамиды, ал ми грыжасы жарығы болған кезде осындай керісінше бөлек дене сыртқа шығып тұрады. Бас сүйегінде немесе желке мойында, омыртқада да кездесуі мүмкін. Операция жайында әрине біз нейрохирургтардан сұраймыз, тағы да сұрайық. Біздің елімізде барлық аймақта жасалына ма? Бұндай орталық біздің Қазақстан бойынша қазіргі уақытта бәрі аймақтарында жасалады. Бұл қазір біздің нейрохирургия клиникасынан практикаларын асырып, сөйтіп жан-жақты барлық аймақтар, региондарда жасап жатыр. Бір отадан кейін осы ми жарығына құлантаза айығып шығу мүмкін бе? Қайтадан шығып кетпейді ме деген сауал алаңдатады. Бұл жерде айтып кету керек, бұл жаңағы бас сүйек ми грыжасы чаще сопровождается гидроцефалиялармен. Екеуі қатар жүретін кездері болады. Ол кезде енді
Мінекей операцияның бейне отау жасаған кезінде келешекте кейіншелік шунтты қою мүмкіндіктері болуы мүмкін ол кездерде. егер гидроцефалия болса. Если гидроцефалиясы күшейіп кетсе. Түсінікті. Ал операциядан кейін науқас балалар жақсы өтті. Тағы да күтіміне назар аударуымыз керек, иә? Әрине. Ол жаңағы жарықтың деңгейіне де байланысты. Егер жарық бел аймағында болса, оның екіншілік асқынуы жаңағы нарушение функции тазовых органов дейді. Жүру, қимыл қозғалыс па? Жүруіне қимыл қозғалысынан бөлек, тағы да ол балада несебін және нәжісін ұстамауы мүмкін. Сигналдар бармай қалуы мүмкін. Сигнал бармай, ол өзін ұстамау. Недержание мочи кала дейді. Нарушение функции тазовых органов дейді. Сондай болуы мүмкін. Ол деңгейіне байланысты. Егер ол жоғарыда мына мойын бөлігінде болса, ол ондай болуы өте сирек кездеседі. Ол деңгейіне де байланысты. Әрине, бұл балалардың көбінесе қимыл қозғалыстары шектелуі, ол балалар кеш жүру мүмкін. Кейбір балалар өкінішке орай жүрмеуі де мүмкін да, тек қана еңбектеп, или өмірбақи коляскада болуы мүмкін да. Ол енді реабилитацияның ерте және қандай деңгейде алғанына байланысты болады. Ота жасаудың шектеулі уақыты бар ма, Абай Сүлейменұлы? Бұл кездерде кішкентай бала туылған кездерінде жаңағы мидың қабыршақтарының жарылуымен туылатындары бар. Ол кездерде енді жедел түрде бірден жасалу керек болады. Себебі жаңағы мидың ішіне инфекция кіруі деген сияқты сондайларға алып келуі мүмкін. Енді біздер ол жаңағы грыжаны көрген кезде біздер енді жедел при выявляемости операция жасап сөйтіп жасап атамыз. Қорқудың қажеті жоқ, уақытты оздырмаймыз, анықталған бойда ертерек жасалған жақсы болып тұр ғой, бала үшін де? Дұрыс айтасыз, анықталған кезінде сразу жасалғаны дұрыс болады отауда. Жақсы. Қымбатты көрермендер, ми ауруларының ішінде миға су жиналу, гидроцефалия туралы айттық бірінші бөлімде, я. Мидың грыжасы, жарығы неден пайда болып, оның емдеу жолдарына да тоқталдық. Тек қана Нұр-Сұлтан қаласында емес, еліміздің барлық аймағындағы нейрохирургтар ұлттық нейрохирургия орталығынан білімдерін жетілдіріп, қазір науқастардың өмірін ұзарту үшін барынша еңбек етіп жатыр. Енді ми ауруларының ішінде тағы да бір ауру бар екен, ол ми бас сүйегінің дамымай қалуы. Ол неден пайда болады? Келесі бөлімде айтатын боламыз. Тікелей эфирдеміз, қоңырау шалыңыз, сұрақтарыңызға мамандар жауап береді. Бүгінгі тақырып ми ауруларына қатысты көрермендерден келіп жатқан қоңыраулар өте көп. Дәрігерлерге алғыс. Үзіліс кезінде де кеңестерімен бөлісіп жатыр. Сіздер де сауал қоямыз десеңіздер, бізде әлі уақыт бар. Біз тікелей эфирдеміз. Телефон қоңырауын шалыңыз. WhatsApp желісіне болмаса сауал жіберуге болады. Ми ауруларының ішінде тағы да бір ауру, біздің елімізде де әлем бойынша да жиі кездесетін, ол бас сүйегінің жарықтарының ерте бітелуін краниостеноз деп атады екен. Бұл аурудың шығу себебі неде? Ол тұқым қуалай ма? Емделуі қандай деген сұрақтар мазаласа, дәл қазір бейнематериалға назар салайық, сосын студиядағы мамандардан кеңес алатын боламыз. Краниостеноз бас сүйектегі тігістердің ерте жабылуынан пайда болатын ауру. Мамандардың айтуынша, бұл сырқат жаңа туған сәбилердің 2000-нан бірінде. Оның ішінде ұл балаларда жиі кездеседі. Миға үнемі қысым түсетіндіктен сырқатты дер кезінде емдемесе, баланың миының өсуі тұралап, уақыт өте эпилепсия, гидроцефалия немесе шизофрения сынды ауруларға шалдығуы мүмкін. Асқынған сатыларында тіпті аяқ қол жұмыс істемей қалады дейді мамандар. Краниостеноздың барлық түрі ол туа пайда болған ақау болады. Бірінші сыртқы әсерлердің нәтижесінде болатын жіктердің болмауы. Сол жіктер болмағаннан кейін баланың басының формасы дұрыс емес өседі. Негізгі мәселе ол дұрыс емес формада болғаннан кейін мидың өсуі үшін арғы мидың дамуына керекті кеңістік болмайды. Соған байланысты егер де көрсеткіштер болса, ондай балаларды ота жасаймыз. Дәрігерлердің сөзінше, краниостеноз диагнозын қойған балаларға дер кезінде хирургиялық ем жасалмаса, науқас айықпас дертке шалдығып өмірінің соңына дейін мүгедек болуы мүмкін. Ота барысында хирургтар ерте жабылған тігістерді ажыратып, баланың бас сүйегіне хирургиялық жолмен дұрыс пішін жасап береді. Одан кейін науқас невропатолог, нейрохирург, реабилитолог, офтальмолог сынды мамандардың жіті бақылауында болады.
Ми ауруларының барлығын бірдей дер уақытында анықтап, дер уақытында ем қабылдаса, науқастың өмірін ұзартуға болады, иә? Біздің бағдарламаның барысында айтылған гидроцефалия болсын, ми жарығы болсын, отадан шыққан балалар мектепке барып, күнделікті өмірлерін жалғастыра алады ғой? Әрине, ол қай уақытта істейді, дер кезінде істеді ме, істемеді ме соған байланысты. Енді жаңа толықтырып иә, мына келесі біздің үшінші ауруымыз бас сүйегінің жарықтарының ерте жабылуына байланысты дейді. Ол неге ерте жабылып қалады сонда? Міне, негізі бас сүйегі бірнеше сүйектен тұрады. Бізге түсінікті болу үшін бірнеше, ол маңдай, шүйде және самай сүйектерден тұрады. Ол сүйектер бір-бірімен жікпен қосылып тұрады, жіктермен. Белгілі бір себептерге байланысты ол жіктер бір-бірінің үстіне шығып, плотно прилагать етеді, бастың сүйегінің өсуіне кедергі болады, өстірмейді. Бір-біріне тез бітісіп кететін болып тұр ғой, иә? Сол кезде бас сүйегі өспесе, ми да өспейді. Ми өспесе, балада тежеледі, жаңаға сюжетті айтып кетті, дамымай қалады, жүрмеу де мүмкін, сөйлемеу де мүмкін, ақыл ойының тежелуі болуы мүмкін. Сондықтан өзімнің практикамда жиі кездеседі, оларға мен анықтаған жағдайда бірден нейрохирург мамандарына жіберем. Ол жедел түрде ота жасап, операция жасап, жаңағы бітелген сүйектерді ашып, кеңейтіп, бастың миының өсуіне мүмкіншілік беру керек. Ал негізінде адам ағзасындағы бас сүйегінің осылай жарықтарының бітелуі қай кезде тоқтауы керек? Бала неше жасқа келген кезде? Негізі қалыпты жағдайда туылғанда бітеліп тұрады. Тек қана алдыңғы немесе артқы еңбектері ашық тұрады. Ол сол ашық тұру себебіне, өйткені бастың миының өсуіне көмегі тиеді. Бірінші артқы шүйде бөлігі жабылады, одан кейін 1 жасқа, кей балаларда 2 жасқа таман алдыңғы еңбегі жабылады. Кейбір ата-аналар уайымдайды, менің бір жерге келдім, баланың еңбегі әлі жабылмады деп. Оны уайымдайтын түгі жоқ, оның белгілі бір қалыпты срогы жоқ, ол может быть 1 жастан 2 жасқа дейін, 1,5-2 жас. Кейбір балаларда ол ерте жабылуы мүмкін, 6 айында. Бірақ басы өсе береді. Баланың бас сүйегі ол неге үлкеюге, бізге қарағанда, үлкен адамдарға қарағанда үлкеюге мүмкіндігі бар. Даже несі жабылып қалса да, ол бас сүйегі өседі. Ол қалыпты жағдай. Сондықтан да педиатрлар ай сайын баланы тексеруге әкеліңдер деп, бойын, салмағын, басын бәрін өлшеп жататыны осыдан. Еңбегін, әрине, еңбегінде салмағын несін өлшейді, көлемін өлшеп жазу керек. Мысалы, 6 айында мынанша сантиметр болды, 1 жасында мынанды. Соған қарап жоспарлауға болады. Ата-аналар, әсіресе жас аналар, ерінбейміз, таңертең ерте емханаға бару керек дегенді қоямыз. Ай сайын біздің осмотр дейміз, медициналық тексерістен өтуді кейінге қалдырмаймыз. Ал тағы бір көрерменіміз байланысты күтіп қалған екен, сауал қоям деп тұр. Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді. Қайдан хабарласып тұрсыз, айта қойыңыз. Алло, сәлеметсіз, мен Тараз Жамбыл облысы, Тараз қаласынан хабарласып тұрмын. Есімім Маржан болады. Маржан. Ұлым жасы 2 жас 8 ай. Туылғанда гидроцефалия деген диагнозы бар. Сыртқы гидроцефалия. Енді біздегі мәселе, ұлымның мүлде сөйлемейді, тек сөздік қоры 3-ақ сөз айтып болды. Біз оны алдыңғы кезде ЭГЗ-ға түсірдік, ол кезде ешқандай судорога еш нәрсе жоқ еді. Осы жылдың февральда түсірдік, ол жақта судорога шығып тұр. Бір қызығы, ұлым туылғалы бері ешқандай судорога көрген емеспіз. Бұлай өмірде де, ал ана ЭГЗ-да судорога деп шығып тұр. Енді біз врачтарға барып сұрап жатырық. Ұлыма қандай лечение аламыз, қандай дәрі, қандай укол десек, бізге бергендер тек омега D3 болды. Тағы да біз олды логопедпен жұмыс істеп жатырық, коррекционныйға алып барамыз, садикке, балабақшаға да бердік, әлі результат жоқ, ұлым сөйлемейді. Енді біз ары қарай не істеуіміз керек, қандай лечение алуымыз керек дегенде. Маржан есімді анамыз хабарласып тұр, иә? Саламатсыздар. Менің айтайын дегенім, менің айтайын деп отқаным, сіздерге шунтты өзі уақытында қойылған есеппен қазіргі мынау судорогілердің жолдарын тоқтатылып отырғаны деп ойлаймын.
белгі бермей тұрған. Да, белгі, да. Ол енді шығып тұрғаны? Да, эгд шығып тұрғаны енді ол бұл гидроцефалиядан кейінгі мидың көлемінің жаңағы нәзіктелінгеннен ол судырғы неизбежно, ол судырғы болатын нәрселер бар. Бұл енді қазір мен ойлаймын біздің әріптестеріміздің уақытында шунтты қойып беріп, уақытында бетін қайтарып, сол себептерінен қазіргі судырғысы болмай тұрғаны. Енді келешекте жаңағы 6 ай сайын болады, болмасам 1 жыл сайын эгісін түсіріп отыру керек болады. Тексеріп тұру керек болады. Ғалымжан Лекерұлы, қосатыңыз бар ма Маржанға? Ешқандай дәрі берген жоқ, тек дәрумен ішіп жатырмыз дейді. Маржан ханым, сізден сұрауға бола ма? Сізде ота жасалды ма, или жасалмады ма? Вот, мен соны айтайын деп, бізде мүлде ота жасалмаған. Мен нейрохирургқа да алып бардым. Ота жасап болады ма депші. Олар айтса, жоқ, келмейді, нормасы деді. Жоқ, осыны мен әдейі сұрап отырмын сізден анықтап, өйткені көп ата-аналар МРТ немесе УЗИ-дің даны арқылы гидроцефалия емес, бұл гидроцефалия синдром. Шәл-шәл қарыншалары үлкейсе, соны гидроцефалия деп қорқады ата-аналар. Ол ота жасауға қажеттілігі жоқ ондайлар. Ол обычно біздің басымызда да ондай су бар. Бірақ сәл көлемі менде де бар шығар, сізде де бар шығар. Ол сіздің жұмыс істеп бала тәрбиелеуіңізге кедергі болып жатқан жоқ. Ал бұл жерде егер рас гидроцефалия болса, ол ота арқылы ғана емделеді. Сондықтан бұл әшейін синдром. Сондықтан сіз оның оны емес, сіз тежеліп атқан сөйлемеуін емдеуіңіз керексіз. Сәл ғана су болса, оны шығаруға ота жасап, болмаса дәрі-дәрмек берудің мұнда қажеттілігі жоқ. Сондықтан қазір балаңыз сөйлемей ме, сөйлемеу үшін жұмыс жасау керек. Логопед, дефектолог, психолог мамандардың көмегіне жүктену керек. Соны қалып барып жатырық. Енді Маржан уайымдап тұр ғой, баласы сөйлей алмай жатыр, қашан сөйлейді екен, қашан қатарластарымен бірге дамиды екен деген секілді. Ұзақ процесс пе бұл емделу, реабилитация? Әрине, бұл енді бас миына байланысты болғандықтан, бұл жай вирусты инфекция емес, 1-2 күн дәрі ішіп жазылып кететін. Бұл енді бірнеше айдан бірнеше жылға созылатын процесс. Сондықтан ол сіздер ата-аналар шыдамдылық танытыңыздар. Не только сіздер мамандардың көмегіне жүктеніп, өздеріңізде ата-ана ретінде көп жұмыс жасау керексіздер. Сол үйренген, білген нәрсені үйде қайталау керек. Көп ата-аналар айтады, мен логопед маман емес, мен оларға апарам күніге, мен өзім жұмыс жасамайым деп. Әрине, сіз үйде солардың білгенін, үйренген жасау керексіз. Конечно, логопед маманы бола алмайсыз, или психолог маманы бола алмайсыз. Бірақ солардың білгеніңізді, үйренгеніңізді өзіңіздің деңгейінше жұмыс жасауыңыз керексіз. Түсінікті ғой, Маржан, сізге ең әуелі бала қандай тіпті тұмаумен ауырса да ананың махаббаты, мейірімі, балаға көңіл бөлуі кәдімгідей оған үлкен дәрі, сондықтан шыдамдылық, сабырлық және жаңағы айтқандай мамандардың айтқан барлық кеңесін мүмкін болып жатса, көрсетіп жатқан дүниелерін бірге кіріп қарап, үйреніп алып үйде қайталауыңыз әрине сізге оң нәтижеге келуге ықпал ететіні сөзсіз. Рахмет, сізге хабарласқаныңызға түсінікті ғой. Өте түсінікті, рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Абай Сүлейменұлы, тағы да бір ми ауруларының ішіндегі сүйектердің ерте бітілуінен мидың жетілмеуі туралы ауруға тоқталдық, крайний стеноз дедік. Оны да операциялық жолмен емдеп, науқасты жазып алуға бола ма 100%? Бұндай крайний стеноздардың түрлері бар, жеңіл түрлері бар, орташа дегенде ауыр жағдайдағылары. Енді жеңіл түрдегілерді енді невропатолог әріптестерімізбен біргелікте емдеп, қарап, бақылап, медикаментозно. Бұл жерде еще крайний стеноз деген кезде бірінші клиникасы көз көрудің қабілеті төмендеуі тұр. Бұл жерде көз дәрігерлері қажеттік. Если балада көз көру қабілеті, ойлау, сезім қабілеттері бәрі дұрыс болып тұратын болса, біз дәл бақылап отырамыз. Түсінігімде бас сүйегінің өспей қалуы болғандықтан, баланың басының сүйегі кішірейіп қалып жатса да, оған мән беруіміз керек, Енді ол өзі отау жасайтын
балдарды отау жасаған кездерінде біздің жаңағы задача балаға мидың көлеміне қысылып қалмауына, орын пайда болуына біздер мүмкіндік жасаймыз. Түсінікті, ми ауруларының қай-қайсысы болса да емделетін және отамен емделетін түсіндік. Енді келесі бағдарламамыздың бөлімінде әсіресе болашақ аналар үшін, тағы да дүниеге сәби әкелетін аналар үшін жүктілікті жоспарлаудың маңызы, ми ауруларын алдын алуға бола ма деген сауалдарға жауап беретін боламыз. Ұлттық арнада саулыққа жол іздейтін теледәрігер. Алыстамаңыз. Саулыққа жол іздейтін теледәрігер тікелей эфирде. Біз бағдарламамыздың осы 2 жыл бойына барлық ауруларға қатысты жүктілікті жоспарлаудың маңызы зор екенін айтудан шаршамаймыз. Әсіресе студияға келген дәрігерлер. Өйткені кез келген, әсіресе жүктілік кезінде пайда болатын ауруларды алдын алу үшін инфекцияны бірінші емдейміз. Және ата-аналар жүктілікті жоспарлаймыз. Оның маңызы зор екенін айтудан жалыққан емес. Бүгін біз ми ауруларының ішінде 3 аурудың да жүктілікті жоспарлаудың қаншалықты маңызы бар екеніне тағы да тоқталғымыз келіп тұр. Бейне материалға назар салыңыз. Аз ғана уақытымыз қалып, телефон шалып үлгеруге мүмкіндік бар. Энцефалоцелия, гидроцефалия, краниостеноз. Мұның барлығы жаңа туған нәрестеде туа бітті пайда болатын ауру түрлері. Дүние есігін ашқан сәбиде мұндай қауіпті аурулар пайда болуының себебін мамандардан сұраған едік. Ананың жүктілік кезінде дұрыс күтінбеуінен деп жауап берді. Ал дұрыс күтіну дегеніміз ең алдымен дәрігерге уақытында қаралып, скринингтен жүйелі түрде өтуден басталады. Жүктілік басталған сайын әйел адам 8 рет дәрігердің кеңесінде болу керек жағдайда одан да көбірек. Жүктілікке дейін әйел адам жоспарлауы керек. Жоспарлағаннан бұрын ең бірінші фолиевый қышқылын 2 апта бұрын, 1 ай бұрын қабылданған дұрыс. Неліктен дейсіз ғой? Өйткені фолиевый қышқылы баланың нерв жүйесінің ақаулары болмау үшін, мидың ақаулары болмау үшін. Көп ақаулар осы 12 аптаға дейін болады. Балаларда қалыптасады. Экстрагенитальдық аурулар дейді ғой, бүйрек ауру, жүрек ауру, қан тамырларының жүйесінің ауру, қалқанша безінің аурулар. Соның бәрін емдеп барып жүктілікті жоспарлаған дұрыс. Әртүрлі жыныстық жолмен берілетін инфекциялар болады, немесе вирустық инфекциялар болады. Зерттеліп, тексеріліп, емделген дұрыс. Жүктілік кезеңі болашақ ана үшін өте жауапты уақыт. Бұл аралықта ана жаңа өмір, нәрестенің денсаулығы да өзіне байланысты екенін түсіну керек дейді дәрігер. Мынау тұрған бізде эндометрия, көріп тұрсың ғой? Бұл бізде УЗИ аппараты арқылы мидың, жұлынның ақаулары бар көрінеді. Анцефалия дейміз, миының болмауы, жұлындағы спинобифидум деп атаймыз, сондай ақаулар анықтауға болады. Мимен байланысты, жұлынмен байланысты бұл 12 апталарда анықталынады. Ал жоғары қарай 22-23-24 апталарда 18 аптадан бастап анықтайтын екінші скринингті УЗИда бұнда жүрек ақаулары бар ма, жүректің оң жағында немесе сол жағында орналасуы ма, немесе қарыншаларының арасындағы ақаулары мүмкін, жүрекшелерде қарыншаларды, бүйректің ақауларын анықтауға болады, бауырдың ақауларын анықтауға болады. Бұл екінші скринингті. Ұйқыларын қимайды әйелдер, кезекте отыруға ерінеді, дәрігерге келуге ерінеді. Оның салдарынан ішіндегі баланың жағдайын білмейді. Ол может балаға көмек керек шығар. Ақаулардан ватқанша соның бәрін анықтауға келмейді. Сосын босануға бір ақпарат өкінішке орай ішіндегі нәресте үшін әйел жауапты келу керек. Өйткені Алла берген баланы ол денсаулық дүниеге әкелу үшін дәрігердің қарауында болу керек. Жүктілікті жоспарлау, оған дайындалу, 9 ай бойы дұрыс күтіну. Әрине оңай іс емес, алайда дүниеге дені сау бала алып келудің ең бірінші алғы шарттары осы. Сондықтан бала денсаулығы құрсақтағы шарана кезінен бастап тек анаға байланысты екенін ұмытпағайсыз. Құрсақтағы баланың дені сау болып туылу үшін ананың және әкенің де рөлі маңызды зор. Сондықтан жүктілікті жоспарлауды біз үнемі қайталап айта береміз. Бүгінгі біздің айтып отырған ми ауруларында жүктілікті жоспарлап, одан кейін скринингтен өткен кезде 3 ауруды да анықтауға болады ма алдын ала? Ғалымжан Лекерұлы. Әрине, жаңа сюжетті жақсы бәрін жік-жігімен айтып көрсетіп өтті. Әрине анықтауға болады. Ол 12 аптаға дейін қандай ақау бар екен, қай системада ақау бар екен, соны білуге бар. 20 аптаға дейін ауырмаға, вирусты инфекциялармен ауырмауға тырысу керек. Өйткені
сол системалармен, жүйелермен органдардың жаңағы қалыптасу мерзімі сол алғашқы 20 аптасында. Егер сол 20 аптасында қандай да бір зақым болса, жаңағы физикалық немесе қауіпті жерде жұмыс істесе, болмаса инфекциямен ауырса, сол әрине зақым келеді. Тек қана миға емес, басқа органдарға да зақым келеді. Ал бізге дәл қазір хабарласқан көрермен бар ма? Алуа? Телефон бар болса, байланысқа қосып үлгереміз бе? Сәлеметсіз, тыңдап тұрмыз сізді? Саламатсыздар ма? Мен Маңғыстау облысынан хабарласып тұрмын. Есімім Роза. Менің қазір бір ұлым бар. Туылғалы микроцефалия диагнозын қойды. 2 айдан бастап баламда эпилепсия пайда болды. Қазіргі таңда невролог дәрігердің қарауында тұрамыз. Эпилепсияның учетта тұрамыз. Эпилепсия бізде балам қазіргі таңда күніне 15-20 рет ұстайды. Арнайы дәрілерін ішіп жатырмыз, нәтиже көріп жатқанымыз жоқ. Аяқ қолы тартылады, гипертонус бар деп айтты баламда. Тоже балам толық жатай бергендіктен бізде пневмония болып қала береміз. Эпилепсияны қандай жолдармен емдеуге болады? Микроцефалия ауруға емделетін ауру ма жалпы? Соны сұрайын едім. Роза, біздің жүрегі, жаны, баласы үшін шырылдап тұрған анамыз хабарласып тұр. Күніне 15-20 рет ұстайтын анаға да, балаға да оңай емес. Ғалымжан Лекерұлы, қандай кеңес бере аласыз? Қайырлы күн, Роза ханым. Біріншіден, жаңағы тағайындалған, тырысуға қарсы тағайындалған дәрінің қайта қарау керек. Егер оның себебі көмегі тимесе, басқа дәрімен алмастыру керек. Егер ол көмегі тимесе, бала артқа тартады, дамуы да тежеледі, әрі қарай ілгері баспайды. Сондықтан біріншіден сол тырысуды тоқтату керек. Сондықтан эпилептолог маманына барып, немесе невролог маманына барып, басқа дәріні қарастыру. Немесе екінші басқа бір сондай тырысуға қарсы дәріні қосу керек. Соны айтар едім. Қазір эпилептологқа бару керек, ең алдымен. Ең алдымен соны. Әрі қарай енді пас-синдромда тежелуіне байланысты, қимыл қозғалу аппаратына байланысты, сөйлеу аппаратына байланысты жұмыс жасау керек. Қазір бірінші кезекте жаңағы тырысуын тоқтату керек. Роза ханым, көрерменіміз сізге эпилептолог маманға бару керек деді, дәрілердің құрамын өзгерту керек деді. Сондықтан уақыт оздырмаймыз, балаңыздың ұстамасын азайту мақсатында, болдырмау мақсатында алдымен эпилептолог дәрігерге қараласыз. Сіз тұратын аймақта бар ма эпилептолог? Біз тұратын Маңғыстау облысында нақты эпилептолог мамандары жоқ, толық Алматы қаласында бар деп естігем. Эпилептолог маманы болмаса, невролог мамандарда дәрі тағайындайды. Олар басқа дәріні тағайындап сізге подбирать етуге болады сіздерге. Ақтауда, қала орталығы. Ақтау қаласында біз негізі 3 дәрі ішеміз, кепра, кармамазепин, сосын тағы бір дәрі. Оларды ішкенмен мануальный терапия жасап бастап, гепатинді, одан кейін кепра деген дәріні беріп бастап бізге. Одан кейін таблетка дәрі ішіп бастап, кармамазепин. Бірақ ол дәрі біз дозасымен нақтылап күнделікті ішкеннен біздің судорогамыз азайып жатқан жоқ. Ғалымжан Лекерұлы, былай жасайықшы, Маңғыстау облысы алыс аймақтан хабарласып тұр. Розаның телефон номерін алып қалайық. Егер мүмкіндік болса, барлық сараптамаларын сізге жіберсе, сіз көмектесіп қарап берсеңіз, біздің көрерменге. Роза, қазір редакторларға телефон номеріңізді қалдырыңыз. Даусынан да өзінің де жаным ашып тұр. Сондықтан науқас бала мен оның денсаулығын жөндеу үшін ең алдымен ата-аналардың көп уақыты өмірі де өтеді ғой, енді барлық күтім сол ата-ананың бойында. Бүгін айтқан аурулардың ішінде көрермендерден де жиі хабарласып жатқан сұрақтардың бірі гидроцефалия. Бұның пайда болу себебі белгілі ме, белгісіз бе? Абай Сүлейменұлы. Бұл гидроцефалияның нелері белгілі болады өзі. Себеп клиникасы. Ол неде УЗИ плода дейміз. УЗИ плоданың кездерінде это анық көрінеді, анық көрінетін, анық белгілі болады. Ол кезде енді біздер енді ата-аналармен сұхбатта болып ескертесіздер, түсіндіресіздер. Ескертіп, бәрін айтып, баланы қолына алған соң
нейрохирургтың бақылауында уже бала болады. Осы гидроцефалия тек қана дүниеге келген сәбилерде емес, кейін ересек кезде де дамуы мүмкін, иә? Ол кезде бас сүйегі ұлғаймайды дейді. Сол рас па? Не үшін ол жүре келе жылдар өткеннен кейін 17-18 жаста пайда болуы мүмкін? Енді біздің бас сүйегіміз 17-18 жас, сіз айтып отқандай, сол уақытта уже дамылу бітеді. Сүйектің қатаюы бастайды. Үлкен кісілерде білінбейтіні, ана сүйектің көлемі қатаяды. Бұл жерде судың көлемі сүйекті үлкейтпейді, миды кішірейтеді, миды қыса бастайды. Бізде ол медицина тілінде атрофия головного мозга деп аталады, кішіреюі. Сол ол кездерден де үлкен адамдарда бұндай гидроцефалия белгілері ерте, балдардан қарағанда ерте білінеді, бастайды. Балдарда енді сүйектің көлемі үлкейгеннен кейін ол кезде балдарды это спасает. Ересек адамда? Ересек адамдарда енді бұндай гидроцефалиялар пайда болды дегеннен олардың жағдайы асқыну бастайды. Қандай белгі береді? Бұндай жағдайда бұлардың құсық белгісі, құсық белгіде бас айналу, бас ауруы, бұлардың бәрі күшейе бастайды. Бұл жерде бір күн құсат, бір күн болады деген емес, күшейіп кете береді. Ересектерге де ота жасап, емді осылай жүргізіледі ма? Медикаментозды емделе ме? Бұл жерде аурудың ертегі уақыттарында дәрімен көріледі. Ал енді пайдасы болып дәрілердің көмегі болмаса, ол кезде үлкендерге де ота жасалады. Түсінікті. Ғалымжан Лекерұлы, ал енді мидың жарығы ересек адамда пайда болуы мүмкін бе, тек қана балаларда кездеседі ме? Ол туа біткендіктен көбінесе балалардан кездеседі. Бала кезде анықталып емделеді. Әрине. Жаңағы Абай Сүлейменұлының қосымша айтып кетейін, үлкен адамдарда қай кезде кездесуі мүмкін? Бас ми ісіктерінде, опухоли головного мозга, болмаса травмадан кейін. Травма алды, бас ми жарақатын алғасын, ішіне қан құйылады, жаңағы сұйықтық көбейеді, немесе нейроинфекция, жаңағы нейроинфекциядан кейін тоже осындай жағдайлар болып, бас миы ішінде сұйықтық көбейіп, ми кішірейді. Нейроинфекция дегеніміз не ол? Бұл сырттан келетін бөгде бактерия ма, микроб па, қалай жұғады? Сол инфекция, менингенцефалит, белгілі бір бактерия немесе вирустың түрлері болады. Ол тек қана тамақты, буынды ғана зақымдамайды, бас миында зақымдайтын сондай вирусный инфекциялар болады, немесе бактериальный инфекция. Бүгінгі біз көтерген үш ауру қайсы тұқым қуалайды? Үш аурудың ішінен көбінесе жаңағы бас ми жарығы деп шығар, немесе гидроцефалия, соларда көбірек кездеседі. Бірақ олардың міндетті түрде берілет деген ондай не жоқ, мәлімдеме жоқ, бірақ мүмкін сондай. Бір семьяда бірнеше балаларда сондай кездесуі мүмкін. Нақты белгілері бұл аурудың үшеуінде де әлі толықтай анықталмаған, бірақ бұл жаңадан осы 1-2 жыл туырсындағы ауру емес, ол адамзат дамығаннан бері келе жатқан аурулардың бірі. Бағдарламамыз аяқталуға жақын, көрермендерге осы үш ауруға байланысты нақты қандай кеңестер берер едіңіздер? Алдын алу үшін, емделу үшін, мінекей науқас балалары туралы хабарласып жатқан аналар көп болды бүгін эфирде. Енді қазір медицинаның дамылып келіп отқан уақытта балдарды бірінші белгілері білінген кездерінде қазір өте жақсы обследованиялар, зерттеулер бар, УЗИ головного мозга, компьютерный МРТ головного мозга дегендер бар. Солардан уақытты өтіп анықтау керек болады. Ғалымжан Лекерұлы, бізде көп жағдайда шыдап, кейін жазылып кетер, басы өсіп жатса, өзіңіз айтпақшы, қазан бас ақылды бала болу мүмкін деген жағдайлар кездеседі, жастардың емес? Әрине. Қандай кеңес айтасыз ата-аналарға әсіресе? Біріншіден, жүктілікті жоспарлау керек. Керек скринингтерден уақытылы өтіп отыру керек. Үшіншіден, жаңағы фолий қышқылын ең бірінші жаңағы
бас миының ақауларын алдын алатын бір дәрінің